Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бүгін сіздермен бір жұмыртқа, бір стакан сүттен осындай керемет блинчик жасайтын боламыз. Бір жұмыртқаға 3 қасық шекер салып, жақсылап араластырамыз. Блинчикпен болса да, қасықпен болса да жақсылап араластырамыз. Содан үстіне 3 қасық май құямыз, сұйық май. Оны да жақсылап араластырып алып, үстіне 1 бокал сүт құямыз. Менде сүтімде жұмыртқамда мұздай болды. Ол міндетті түрде жылы болу міндетті емес. Енді бұл жерде ұнды өздеріңіз қоймалжың дәрежеге жеткенше саласыздар. Егер сұйық болса, тағы да қоссаңыздар болады. Енді осы тұста мен қайнап тұрған 1 бокал суды 3-ке бөліп құйдым. Бір рет құйып алып жақсылап араластырып, екінші рет құйып алып тағы да араластырып 3 рет құйдым. Және шай қасықтың 3-тен 1 бөлігімен сода салып араластырамыз. Табамызды қызып тұрған отқа қойып, біріншінде майлап алып, үстіне жарты шөміш, шөмішіңіз үлкен болса жарты шөміш, кіші болса 1 шөміш дайындағанымызды құйып пісіріп аламыз осылай. Ас болсын.